Сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен фунчоза салатын жасайтын боламыз. Ол үшін бізге керекті заттар: ет қажет болады. Етті мен жуып, осылай жіңішкелеп турап алдым. Сосын пияз қажет. Осы арада мен газге ыдысқа су қойып қойдым. Себебі қайнап тұрған суға 10 минут қайнатып аламын фунчозаны. Себебі мендегі фунчоза китайский фунчоза. Сосын тәтті бұрыштан 2 штук алдым. 2 түрлі түсінен сары мен қызылды таңдадым. Оларды да ұзынша етіп турап аламыз. Сосын қияр қажет болады. Қиярды да осылай турадым. Енді бізге жаңағы ыдыстағы суымызға фунчозаны салдым. Мендегі фунчозаның несі жарты килограмм. Осылай 10 минут қайнатып сүзіп алдым. Енді осы суығанша бізге етті қуыру қажет. Етті қызып тұрған тапаға салып қуырамыз. Үстіне соевый соус құйсақ, етіміз әдемі болып піседі. 2 ас қасық шамасында соя құйып жібереміз. Еттің үстіне пиязды салып 5-10 минут демдеп қоямыз. Ет таза пісу керек. Мен азырақ су құйып демдеп қойдым. Енді дайын болған етімізді фунчозаның үстіне салып, жаңағы тураған заттарымыздың бәрін салып, фунчозаға арналған заправкамыздан 2 қасық салдым. Енді осы барлығын жақсылап араластырамыз. Қасықпен болмай кетті. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Рахмет.